Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін біз 9 сыныптың химиялық реакциялардың жылдамдығы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: химиялық реакцияның жылдамдығы деген не? Оны қалай анықтайды? Жауабы: химиялық реакцияның жылдамдығы деп бастапқы заттардың немесе өнімнің біреуінің концентрациясының уақыт бірлігіндегі өзгеруін айтады. Оны санмен сипаттау үшін бастапқы заттардың немесе өнімнің біреуінің зат мөлшерінің болмаса концентрациясының өзгерісі қолданылады. Екінші сұрақ: химиялық реакция жылдамдығын арттыру немесе төмендетудің өндіріс пен тұрмыста қандай тиімді және тиімсіз жақтары бар? Мысалдармен түсіндіріңдер. Екінші сұрақтың жауабы: менің ойымша, химиялық реакцияның жылдамдығын арттыру арқылы өзімізге қажет өнімді тез ала аламыз, ал тез жүретін реакцияларды тежеу арқылы оларды зерттей аламыз. Үшінші сұрақ: гомогенді реакциялар деген не? Гетерогендік реакциялар деген не? Мысалы келтіріңдер. Үшінші сұрақтың жауабы: біртекті ортада жүретін реакциялар гомогенді химиялық реакциялар деп аталады. Мысал ретінде, біртекті орта, яғни газдардың арасында жүретін химиялық реакцияны көрсете аламын. Мысалы, N2 газы қосылған сутек газы түзеді NH3. Реакцияны теңестіру үшін сутектің алдына 3, NH3-тің алдына 2 қоямыз. Бұл яғни газдардың арасындағы химиялық реакция гомогенді химиялық реакция деп аталады. Енді әртүрлі фазадағы заттардың әрекеттесуі нәтижесінде жүретін реакциялар гетерогенді реакциялар деп аталады. Мысал ретінде, қатты зат пен газдың арасындағы химиялық реакцияны мысал ретіп көрсете аламын. Мысалы, көміртек қосылған оттек түзеді CO2. Бұл жерде көміртек бізде қатты зат, ал оттек газ болып табылады. Яғни олар әртүрлі фазада, бұл гетерогенді реакция болып табылады. Бірінші есеп: А затының айырылуы нәтижесінде оның концентрациясы 10 минутта 0,6 мол литрден 0,4 мол литрге дейін азайды. Реакция жылдамдығын есептеңдер. Бірінші есеп: сіздерге ең алдымен түсіндіріп кетейін. Бізде А заты берілген, және ол айырылу реакциясына түседі. Яғни, мысалы, Б және С заттарына ыдырады деп есептейік. Ең алдымен бізде А затының концентрациясы алғашында 0,6 мол литр болады. Бірақ 10 минут өткеннен кейін ол 0,4 мол литрге дейін азаяды. Енді бізге осы реакцияның жылдамдығын анықтауымыз қажет. Жылдамдықты табудың формуласын есімізге түсірсек, бастапқы концентрацияны соңғы концентрацияны азайтып, уақытқа бөлеміз, яғни С2 азайтылған С1 бөлінген уақыт. Енді осы шамалардың барлығы бізде бар, енді осыны формуланың орнына қоятын боламыз. Яғни бізде ол 0,6 мол литр азайтылған 0,4 мол литр бөлінген 10 минут. Нәтижесінде бізде 0,2 мол литр бөлінген минут деген шама шығады. Есептің жауабы: осы реакцияның жылдамдығы 0,2 мол литр бөлінген минутқа тең. Екінші есеп: А затының бастапқы концентрациясы 0,122 мол литр, ал 10 секунд өткенде оның концентрациясы 0,215 мол литр болды. А қосылған Б түзеді 2С реакциясының орташа жылдамдығын есептеңдер. Екінші есепті шығару үшін ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. А қосылған Б түзеді 2С. Бізде Аның алғашқы концентрациясы 0,122 мол литрге тең. Бірақ 10 секунд уақыт өткеннен кейін оның концентрациясы 0,215 мол литрге дейін азаяды. Енді бізге осы химиялық реакцияның орташа жылдамдығын табуымыз қажет. Жылдамдықты табу үшін біз ең алдымен оның формуласын жазып аламыз. Яғни бастапқы концентрация азайтылған соңғы концентрация бөлінген уақытқа. Бізде бұл формуладағы мәндердің барлығы бар, енді осылардың орнына қоятын боламыз. 0,122 мол литр бөлінген 0,215 мол литр бөлінген 10 секунд.
Нәтижесінде бізде 0,10 шығады. Енді оны біз жуықтай аламыз. Жуықтаған кезде біз 5-ті жазамыз ең алдымен. 5 көбейтілген. Бізде мына жерде байқасаңыздар 4 0 бар. 1, 2, 3, 4 0 бар. Сол 4 0-ді біз минус ретінде жазамыз. Көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Бұл дегеніміз алдында осындай 4 0 бар деген мағынаны білдіреді. Өлшем бірлігі мол-литр бөлінген секунд. Есептің жауабы осы реакцияның орташа жылдамдығы 5 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі мол-литр бөлінген секунд. Видеоны соңына дейін көргеніне рахмет. Міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.